Жігіттер, ассалаумағалейкум. Жаңа проект мордасынан қарасан, жай цифирі сияқты. Ал негізі шанағы универсал. Бізде бұрын болмаған бұндай шанақ. Енді бұйыртса осы көлік бүгін Тараз қаласынан жеткен болатын. Көптеген детальдары өзінің родной заводской краскасында. Мына жерде майысқан жерлері бар, міне көрсеңіздер болады. Мына жерлер былай тампават еткен. Мынау да өзінің краскасы ол. Крыша. Көптеген деталь бар, боялғандары. Бірақ қатты соққы алмаған көліктің жаны аман былай айтқанда. Туринг дейма, тауринг дейма комплектациясы сондай. Ортада енді бұйыртса бұл проектте магнитофон салу керек болады. Мынаның іштерін жуу керек. Екі объем 97. Бұлай шанағы, моторы, коробкасы мықты әдемі. Бар жетіспейтін детальдар ол бізде мына жерде кармашек болу керек. Так, жыртылмаған. Мен жақсы көретін жерім ғой, көп көңіл бөлетін. И көлік шірімеген. Бірең-сараң тас тиген жерлері бар. Так, бір фонарь артқа. Так, мынау бізде родной краска екен, көрсеткізсек болады. 055 дик дейді. Бұйыртса бұл Алматыда қалады, әзірше номер Каспий қосымшасымен оформлениесін жасап қойдық. KZ дейді. Негізі көлікті 7 жыл бұрын Алматы қаласынан алып кетіп едік дейді. Енді қайтып Алматыға келді. Мына фонарды сынған, антенна жетіспейді. Бұлай сарғайған жерлері бар, бірақ жақсы бәрі жағдай. Қыстық дөңгелағы жаңа. Так, мынаны бұрын бояған екен. Осылай лак ұшты деп өзі ескерткен болатын. Бұл көлік біздің подписчиктікі. Қозғалтқышын жақында ауыстырған. Бұл қозғалтқышты алған адрестен мен барып көптеген қосалқы бөлшектер алатын боламын. Так, мынау жаңа айтқан кірлеген деген. Бірақ жыртылмаған, мына іштегі пластиктердің бәрі бар екен. Ол жақсы. Так, бірінші ұнамай тұрған нәрсе бұл жүргізушінің орындығы. Қиқылдап, сәл естіліп тұрма сіздерге? Сол сәл көңілді бөліп тұр. Так, таурингті бізде ручник қолда болады. Эксима вариантта ол бізде аяқта болады деген сияқты. Енді бұл тауринг па, туринг па, не деп айтамыз? Сондай. Так, козыректары майда шейде, бірақ істейді екен. Так, потологы енді ішіне бір химчистка мекен, предпродажка мекен жігіттер көреміз. Бұлай қозғалтқышын жұмыс жасау барысы әдемі. Енді бір дыңылдап тұрғаны бар. Ол гурнасос пекен деп ойлап тұрмын. Бана оталдырған кезде. Қозғалтқыш 70 пробег кезінде алдым дейді. Мен алатын адресті жігіттер документтермен бәрімен таныстырып сатады ол жер. Так, мордасы сау, соққы алмаған. Так, сіздермен бірге бірінші ашып көрейінші мен бір пісірі. Нема, қат қопты ма? Әдемі. Митасу 530 құям дейді. 6000-7000 шақырым жүргенде ауыстырып отырам дейді. Мықты. Қозғалтқыш жақсы жасап тұр. Әңгіме жоқ. Так, мынау бізде сәуір күні қораптың майы ауысыпты. Және сентябрь 42-24 моторның несі майы ауысыпты. Ал айтып отқан жаңа әлі бір 5000 жүруге болады деп. Так, капот сынбаған. Бізде Цифиро Максимада көбіне осы жер бұлай сынып кетеді. Одан аман екен. Жалпы проектте қайтадан Цифиро, өткен Цифироға көптеген кісілер үлгермей қалып, қалай тез сатып жібересіңдер, ақшаны дайындап отыр едім деп хабарласып, көп адам ренж танысқан болатын.
Енді бұйыртса сол кісілерге осы көлік бұйырып қалар. Енді өзімізге де қызық болды. Цифирі универсал шанақтағы бізде болмады ғой әлі. Бұйыртса қандай проект жасаймыз, сток жасаймыз ба, әлде тюнинг па, анау-мынау енді ойланып жатырмыз. Бәрібір Асылбек айтатын болады. Сол нәрсеменен бұл көлікті де бұйыртса финишына жеткізетін боламыз. Ал Цифирик, қош келдің простые ребятан қолына. Бұйыртса бұдан әдемі бір контент сіздерге сыйлайтын боламыз. Қазір Асекеңді күтіп отырмын. Келіп, краскасы қалай боялады, қандай деталь аламыз, бәрін бұйыртса ақылдасып, сонымен базарға барып бір шешімі бұйыртса болар. Көре беріңіздер алда. Жігіттер, осындай разборға алдында алып жүрдік, білесіздер ғой. Қазір скидка сұраймыз, біраз нәрсе аламыз ғой бұл жерде. Мынандай болып домкраттар жиналып тұрды, енді алдыңғы жыл проекттерде болды ғой. Так, бізге артқы екі фонарь, мына универсалдікі, міне жағдай дұрысынан аламыз. Көп енді менде қазір списокта, бұлай айта алмаймын. Сосын дерево руль іздеп жүргенде жігіттер ағаш руль мына жерде бар екен. Бағасы 100 000 теңгеден дейді. Состояниесі енді идеал екен. Қазір бәрін алып олайын. Содан кейін контакттарын, адресін бәрін бұйыртса төменде описаниеде көрсетіп өтетін болам. Бұл екінші склад екен. Орындықтың түр-түрі. Андай заводской поликтар мен жақсы көретін. Кавралан, орындықтың түр-түр, түс-түстері бар ғой жігіттер. Так, мына орындық еді ғой. Бірақ өкінішке орай, бұл да плавающий екен да. Сосын мына жағында айырбак. Бізде айырбак жоқ, еще плавающий да жоқ. Так, ойланып көру керек болды. Мына жерді толықтыру үшін біраз жұмыс болайын деп тұру. Осы мына жерде екі дефект бар екен мынандай. Или өзіміз істеген жөн дейміз ба, қазір ақылдасып шешеміз енді Асекеңмен. Райымбека Тілендиеваға жетпей ғой. Егер Алтын Орданың жанына қарай баратсақ. Сол жерде бірінші бұрылыс. Так, қалпақ алдық, енді бұған диск табылса табылды, табылмаса ол да жоқ. Так, екі артқы фонарь, антенна, ветровик және магнитофон алдық. Сонымен үшін 90 000 теңге беріп кеттік қой. Жалпы адресі осы жерде екен жігіттер. Асекең бастады, алдынан бастап шашып. Так, ішін қазір ақылдасып жатырмыз. Мынаны шешіп алды, енді бұл орындық жөнделеді. Мына губка былайдан сияқты. Бір қозғалып тұрғаны бар. Соны жасатамыз. Бұлай жуына келетін болсақ, өзім шуамыз ба деген ой болып бір. Бәрін шешіп, орындықтары мына обшивка мынау. Бұйыртса қандай химия қолданам, бәрін көрсететін болам. Бәрін езіп, жуып, сонымен әдемілеп кептіріп қоямыз. Бұл енді көлік бір аптаның ішінде бітеді деп айта алмаймыз. Бір 10 күндік жұмыс бар сияқты ғой. Көреміз, алда көре беріңіздер. Бұйыртса бәрін шешіп, әдемілеп, кавраланын енді көреміз. Мүмкін орнында, мүмкін онда шешіп алып бояймыз ба деген сияқты. Бірақ мына ательенің қыздарына попросить ету керек болып тұр, мына жерде өзінің кармашығын салуға. Жыртылып по жерде ұмытылып кеткен ғой негізі. Негізі орындыққа келетін болса, жігіттер бағана көрдіңіздер, мына жерде айырбак тұр, сосын плавающий орындығымен деген сияқты. Ол бізге жарамайды, сол себептен өзінің орындықтарын жуып, көтеретін жерін көтеріп, мына жерге кармашығын жасап, әдемілеп жасайтын боламыз. Так, енді артқы орындықтарына мін жоқ. Так, мен қарай беретін кавралан бүтін, мына жер жыртылмаған, әдемі. Потолок осындай лас. Бәрін өзіміз жуып, реттеп, бұйыртса көрсетеміз. Так, обшивкаға кірістім. Мынау бізде артқы. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Алдым мына жерде мынандай шатақ деген жер қатты кір болып тұрды. Бұйырса осылайына жуып шықтым.
Қандай химия дейтін болсаңыздар жігіттер, сол Қытайдың химиясы баяғы 1000 теңгелік қатты загрязненный жері, қатты кір жерін сол алады. Сосын бетін мынандай пластикпен жуып шықсаңыздар болады, мынандай мат болып қалып қояды. И терең-терең мына жердің ішіндегі кірді осы алады. Для салона деп айтылады, 100 грамм бір суға араластырасыздар, 1 литр суға. И осындай концентрат болып шығады. Так, жалпы мынау, мынаған енді кірсем. Орындықтар бір қатар жуылды. Так, енді кезекте кавролан. Так, мынандай жерлер ғой міне. Аяқтың көп жүретін жері деген сияқты. Соларды аламыз. Так, мына бағанағы мен айтып кеткен кавроланның бүтін. Орындықты артықсын білмеймін, осылайына бояймыз ба? Так, потолок, мыналардың бәрін шешіп алу керек. Іштерін әдеміше бояймыз. Бояймыз деп қоямыз, жуамыз. Так, мынаны қараңыздар енді жігіттер. Кірді. Көрініп тұр ма? Жылтырап қатты көрінбей жатыр дейсің де, осы ғой. Бұйыртса осыдан бастаймын қазір. Мынандай болды ғой. Жалпы. Қалай Азика? Новый болды ма? Новый. Сәлем айтсайшы Ақшеге. Ассалаумалейкум. Ақшеліктер сәлем де. Ақшеліктер ассалаумалейкум. Дисктің мәселесін білмей жатырмыз жігіттер. Қалпақ алдық қой. Оригинальный өзінің рестайлингтің қалпағы әдемі болады. Енді оған темір диск табылса, толықтай көлікті сток қылып жинаймыз ба деген ой болып тұр. Болмаса, басқа бір диск бар. Сол қалпаққа ұқсас. Мүмкін соны қалдырамыз. Ал мына дисктер бұл Максимада жүреді. Бұл диск цифираға онша жараспайды. Мына дискті кейіннен бір арзан бағада мүмкін сатып жүретін боламыз. Сосын не алдық покраскаға? Өткенде жібек жолға бардық. Өзімізге керек нәрселерді алдық. Және де осыған краска алған болатынбыз. Наволдан 590-нан осыдан ұрамыз. Осы лак ұнап қалды ғой бізге. Негізі Наволдың лагы да, басқасы да бәрі де дұрыс. Мерлон, скотч, грунтовка. Мынау екінші литрі. Отвердитель, оно шпаклевка, так, растворитель. Мынау пудрасы 800 грамм. Мынау бірінші слойы 1,5 литр. И пистолетті алған болатымыз. Бұйыртса ролик жігіттер осы жерінен тоқтайды. Бұйыртса келесі апта емес, бір 10 шақты күнде, мүмкін 2 аптада шығады. Өйткені күн салқын, сондай жалғасы бар.